Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге картоптан пюре жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздер білмейтін бірнеше нюанстарды айтатын боламын. Ең алдымен қайнаған суымыздың ішіне жуып тазаланған, осылай ұсақтап туралған картоптарымызды салып 20 минут бойы қайнатып аламыз. Және де 1 шай қасық тұз салып жібереміз. Пісіп шыққан картоптарымызды осындай езгіш арқылы езіп аламыз. Одан бұрын осындай 50 грамм сары майымызды салып, картоппен бірге жақсылап еземіз. Майымыз жақсылап ерігеннен соң, оның үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да сұйық масса шыққанша араластырып езіп аламыз. Пюреге қосатын сүтіміз міндетті түрде жылы сүт болу керек. Мұздай сүт құятын болсаңыздар, пюренің түсі қарайып кетеді. Міне қыздар, осымен біздің пюреміз дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, подписываться етуді ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттер болады.